Сондықтан мен қазақтардың ойларыңды ашық айтыңдар, барлық нәрседе ашықтыққа шығыңдар, ойыңды айт, Құдайға айт. Сен түсін, сен сенбесең де бір шексіз ғылым иесінің бар екендігі үшін мына әлем сондай түктен түк жоқ, өзі жаралып қалған жоқ. Жер шары түгілі сен мына бір затты көтеріп көрші, күш керек. Мына қолың үйіп қалса, иығыңды жел ұстап қалса, мынаны көтере алмай қаласың бейтім. Ей, мынау 8 миллиард адамды, Телегей теңіз мұхиттарды, Атлант мұхитты, Тынық мұхитты, мына алып тауларды көтеріп, мына жер шары секундына бәленбай километр қалай жүріп тұр? Кім жүргізіп тұр? Қай мотор? Бензинмен жүре ме? Сәлерке газельмен жүре ме? Мотор. Оны кім жүргізіп қойды? Ол ана күнді қалайша айланып жүр. Оны кім 23,5 градусқа жан бастатып қойды? Кім жан бастатып қойды? Ана градустарды кім есептеді? Егер ол анадан 0,1 градус тіктеу болса, басқаша болады, 0,1 градус төмендеу болса, басқаша болады. Кім анау жер шарынан 1,300,000 есе үлкен алып күнменен жердің ортасына айланып жүретін ай дейтін затты қойып қойды. Және ол айдың анау үлкендігі, және оны жерден қарағанда үлкендігі ана күнді дәл жабатындай. Оның көлемі күннен әлде қайда кіші. Бірақ ана жер мен күннің ортасындағы аралығы тура математикамен өлшегендей аралық. Егер ол одан жақын болатын болса, ол мүлде күнді тосып қояды. Егер алыс болатын болса, ол күннің қасында қоттай нүкте болып қалады. Бірақ ай мен күн тұтылған кезде қалай бірін-бірі толық жабады? Кім есептеді? Осындай дәлдік математика тура пропорционалды. Кім қарындашқа қағазға жазып отырып, сақылдатып, калькулятормен есептеп қойды? Кім ол? Ол шексіз ғылым иесі, бір супер күш. Ол сен не деп атасаң ата? Ол бір супер жаратушы. Ол шексіз. Сенің ақылың, біздің ақылымыз, тіпті біз ары қарай 10,000 жылдан кейін де біздің ақылымыз жетпейтін бір таңғажайып ғылымменен оны жаратып қойды. Енді сол мына күллі әлемді бір мотор орнатпай, Жигулидің моторы, Мерседестің моторы, Тойотаның моторы емес, мына бүкіл сен алып дейтін, сенің өзің ішінде бір тал құмырсқадай көрінеді, жер шарыңды шыр айналдырып тұр. Сен мынаны тоқтаусыз бір 10 минут аспанда айналдырып көрші, бәрібір жерге түседі. Не нәрсе? Ғаламда алып жұлдыздарды айналдырып қойған. Не нәрсе? Мынау жеріміздің астында балқып тұрған сұйық темір не нәрсе? Кім әкелді оны? Ол неге жердің өзегінде балқып тұр? Неге ол сыртқа қарай магнит өрісін беріп тұр? Егер жеріміздің өзегінде балқыған темір болып, одан өріс шықпаса, ана күннен шашылған сәулені тоспайды екен. Күннен шашылған сәулені тоспаса, сіз бен біз баяғыда шашкетке айналып кетеді екенбіз. Бірнеше минуттың ішінде. Неге? Күннен өте отты радиациялық иондар шашылып тұрады, кәдімгі су шашылғандай шашылып тұрады. Ал соны біз жеріміздің өсіне орнатып қойған, өзінен магнит өрісін таратып тұрған балқыған темір, ананы кәдімгі жаңбырдан қорғанатын қол шатыр сияқты бүкіл жерді қорғап тұр. Осыншама ғылымды, осыншама дәл қылып кім жасап қойды? Көрдіңіздер ме? Кім жасап қойды? Не деген дәлдік? Не деген дәлдік? Кімнің ғылымы жетіп тұр оған? Кімнің ғылымы жетіп тұр? Сенің ғылымың жете ме?